Бүгін 12 ақпан білім ордамыздағы бастауыш сыныптар 10 күндігін өз мәресіне жетуде. Бүгінгі айдарымызда бастауыш сыныптар 10 күндігін қорытындылайтын боламыз. Естеріңізге салсақ, 10 күндік ақпан айының 2-сінен 12-сі аралығында жоспарланған болатын. Ендеше 10 күндік барысы қалай өтті? Қандай деңгейде өтті? Осы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Ендеше бүгінгі айдарымызда осы сұрақтарға сұхбат алу үшін Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Рахат ауылдық округі номер 1 орта мектебінің директоры Букаева Бибігүл Жұмаханқызы қонақта. Құрметті Бибігүл Жұмаханқызы, айдарымызға қош келдіңіз. Алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын күні кеше болып өткен іс-шараларға қысқаша шолу жасасақ. Ендеше бірге тамашалайық, эфирде әріптесім Дания Жарқынқызы хабарлайды. 10 күндік аясында ең соңғы іс-шараны мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Қалабаева Рита өз ата-аналары арасында бақытыңды балаңнан ізде деген тақырыпта Zoom платформасында конференция ұйымдастырған болатын. Конференцияның басты мақсаты бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты дұрыс орната білу. Атап айта кететін болсақ, қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын тиімді қолдану және осы үрдісті әр мұғалім өз сабағында үздіксіз қолданған жағдайда оқу жетістігінің өсуіне, дамуына септігін тигізері анық. Осы мақсатта мектебіміздің тәжірибелі мұғалімі Акирбаева Бақыт Акирбаевна мұғалімдер арасында қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын тиімді қолдану тақырыбында тәжірибе алаңын өткізген болатын. Алаңда ұстаздар осы тақырып төңірегінде қызу пікір талас жүргізіп, жас ұстаздар өздеріне көптеген мағлұмат жинақтады. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен бағдарламамызда білім ордасында мұғалімдер арасында кітапхана қорына кітап сыйла атты эстафетасының ұйымдастырылғанын хабардар еткен болатынбыз. Ендеше осы эстафета 3-ші А сыныбында жетекшісі Мазанова Айнұр Рахметоллаевнаның ұйымдастыруымен 3-ші А сыныбы кітапхана қорына 30 кітап және бастауыш буынға арналған қызықты журналдар тарту етті. Кітап адам жан дүниесінің асыл қазынасы, кітап адамның досы. Егер сен кітаппен дос болсаң, ой өрісің, жан дүниең, сөйлеу мәдениетің жақсарады. Кітап оқу ол сенің байлығың, ертеңгі күнің, болашағың. Ол үшін кітапты күнделікті оқып білімді болуың керек. Білімді болсаң, өзің аңсаған армандарға жете аласың. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп айтылғандай кітапты көп оқып, білімді, ақылды болсаң, өскенде үлкен жетістіктерге жете аласың. Сонымен қатар, мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Нұрдәулетова Гүлнұр 4-ші сыныптар арасында қыз қызығы деген тақырыпта эссе сайысын ұйымдастырған болатын. Сайыс барысында үздік эссе иесі анықталып, жүлделі орындарға ие болды. 2020-2021 оқу жылында барлық 4 сынып оқушылары арасында өнер алды қызыл тіл атты жоба жұмысын бастады. Жоба негізінен 10 бағыттан тұрады. Мәтін, батырлар жыры, мақал-мәтелдер, ертегі, шешендік сөздер, аңыз, айтыс, көркемдегіш құралдар, портрет, пейзаж, монолог және мысал. Осы 10 бағытта барлық сынып жетекшілер өз оқушыларымен әдебиеттік оқу сабақтарында және әдебиеттік оқу сабақтары бойынша қосымша сабақтарда жоба жұмысын жүйелі жүргізіп отырды. Осы бастауыш сыныптар 10 күндігінде әрбір сынып негізгі бағыт бойынша бір бағытты алып, жоба жұмысының нәтижесін көрсетті. Оқушылар арасында сыныптан жұмыстар жүргізілгендігі көрініп тұр. Жоба өте сәтті өтті. Бұл жоба жұмысын келесі жылда жалғастырмақ. Ендеше сізге алғашқы сұрақ. Қазіргі таңда білім ордамызда 3-ші сынып оқушылары қашықтан білім алып жатыр.
Осы орайда ұстаздарымыз оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыруға бағытталған жоба аясында біршама шаралар атқарды. Солай емес пе? Енді осы іс-шараларды сіз қандай деңгейде өтті деп бағалайсыз? Жалпы қысқаша айтып өтсеңіз. 3 сынып оқушылары қашықтан білім алуда. Қашықтан білім алудың қиындылығына қарамастан математикалық сауаттылығын арттыруда сайыс, қызықты логикалық есептерді Google Forms форматында өткізді. Бұл жоба жалғасын табады, нәтижеге жетеміз деген ойдамын. Рахмет. Ал енді 4-ші сыныптарға тоқталсақ, жалпы 4-ші сынып оқушыларының арасында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыруға бағытталған өнер алты қызыл тіл жобасы аясында біршама істер атқарылды. Есеп берілді, көрдік, қатыстық өте керемет деңгейде өтті. Осы бойынша сіз не айтасыз? Жоба бойынша. Асхат Қанатұлының кітап оқитын мектеп жобасы аясында 4-ші сынып оқушылармен өнер алды қызыл тіл жобасын жүргізілді. Бұл жобаны оқушылардың оқу сауаттылығын, оқуға деген құштарлығын, ынтасын дамытуға бағытталдық. Жоба барысында ұстаздарымыз өз сыныптарымен айтыс, ертегі, мақал-мәтелдер, аңыздар, батырлар жыры, шешендік сөздер, баталар арқылы кітап оқуға құштарлықтарын дамытты. Рахмет Бибігүл Жұмаханқызы, енді бізден сізге ең соңғы сұрақ болса. Жалпы осы 10 күндік барысын қысқаша қорытындылап өтсек. Өз деңгейінде өтті ме? Жалпы өтілген іс-шаралар бойынша біз күнделікті жаңалықтардан көрдік, ақпарат берілді. Сіз қалай бағалайсыз? Ұстаздарымызға бір ауыз лебізіңіз болса. Рахмет. Бастауыш сынып 10 күндігі жоғары деңгейде өтті. Ұстаздарымыз шығармашылықтары мен ізденістері арқылы оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыра білді. Ұстаздарымызға сәттілік, шығармашылық жетістік тілеймін. Бибігүл Жұмаханқызы, берген маңызды сұхбатыңызға көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Ендеше біз бүгінгі айларымызды осымен тамамдаймыз. Бастауыш сыныптар 10 күндігі аяқталды.